Баяндаманы тыңдап отырмын. Мына жерде жалпы құрылыс нысандарының сапасының төмендету, жолмен бекітілген жұмыстарды орындамау арқылы осы жол бермеу, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу жөнінде әрқашан қажеттігі ескертіліп отырады дегенсіз. Және сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу керектігін осы техникалық шарттарды алу кезінде түсіндіріліп отырады дегенсіз. Және басқа да осы фактілер бойынша, құжаттарды рәсімдеу кезіндегі фактілер бойынша насихаттау жұмыстары жүргізіліп отырады дегенсіз. Енді осы жалпы жүргізіліп отырған, ескертіліп отырған дұрыс қой. Бірақ осы 23 жылы осы айтылған факт, қандай да бір факті болды ма сіздердің тарапыңызда? Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл несі бойынша бізде іштегі өзіміздің бекітілген шара жоспарына сәйкес жүргізіліп отырады. Бұл жерде біз түсініктеме жүргізу керекпіз, семинар өткізу керекпіз. Олардың барлығы онымен қоса өзіміздің жаңа іштегі жүргізіліп именно жемқорлық тудыратын бір жағдайлар болмас үшін барынша мердігерлермен кездеспеуге бір жұмыстар атқарылады. Яғни олардан құжаттардың қолма-қол алып қалуы, я болмаса бөлек шығып сөйлесу деген сияқты нәрселерді жойылатырмыз. Мысалға келіп тек қана егер обращение болған жағдайда қағаз түрінде, я болмаса электрон түрінде жолдау сұраймыз. Авторлық қадағалау мекемелері тарапынан мысалы құрылыс нысандары сапасын төмендету немесе жолмен бекітілген жасырын жұмыстарды орындамау арқылы бір қандай да бір нелерге жемқорлыққа келетін салдарға ескертіліп отырады дейсіз ғой. Сонда жемқорлыққа келетін салдар фактісі болды ма деп сұрау. 18-ші микрорайондағы біздің мектеп бойынша бір не болды. Ол жерде авторлық қадағалаудың өзі жұмысқа бармаған, яғни басында болып істелінген жұмыстарды қарамаған, қабылдамаған. Біз комиссия ретінде барып, тексеріп, жаңағы авторлық қадағалаудың лицензиясының шешу туралы ұсынып бердік кәсіпкерге. Енді осы неге жазбайсыздар? Жалпы бұл жерде жемқорлыққа тәуелді ондай не болған жоқ. Бұл жерде ол өзінің шартқа сәйкес құжаттарын енді оны спектр үлкен болады сұрақтардың. Жалпы оған да енгізуге болады. Бірақ основной біздегі жаңағы шартта өзінің нелерін, міндеттемелерін орындамаған үшін деп жалпы біз онымен ары қарай жаңа ГАСК-ке рекомендация бердік. Жер учаскелерінің құжаттарын рәсімдеу кезінде, болмаса жаңа коммуналдық қамтамасыз ететін мекемелердің техникалық шарт алу кезінде қандай да бір кездесті ме фактілер? Осы мен өзім 23 жылдың 7 қыркүйегінде келдім. Бізде сводка жасалып отырады, жалпы өзіміздің басқармада. Аудан қаладағы бөлімдердің жаңа құрылыс бөлімдерін жиналып отырады, ақпараттардың барлығы. Ондай өтініштер тек қана жаңа баяндамада айтылғандай инфояндым система арқылы барлығы жүргізіліп отырған соң, нақты былай кездесулер болмағандықтан ондай байқаған жоқпыз. Жалпы мемлекеттік қызмет түрі, қанша мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі сіздердің? Біздің басқармамен мемлекеттік қызмет көрсетілмейді. Бізде именно көрсетілмейді. Басқармада көрсетілмейді. Аудан қала нелерде, бөлімдерінде көрсетіледі. Сіздерге қарасты ғой? Жоқ, олар әкіматқа. Қалалық аудан әкіматқа сол арқылы көрсетеді. Солар арқылы көрсетеді. Онда соңғы сұрағым, жаңа осы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдеріне ішкі талдау жүргіздік дедіңіз. Сол кезде құрылыс монтаж жұмыстарының актілеріне қол қою кезінде және нысанды пайдалану қабылдау актілеріне қол қою және рәсімдеу кезінде сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері туындауы мүмкін деген екі фактіні көрсеттіңіз. Осы бойынша маман ретінде бұны жою үшін қандай нақты ұсынысыңыз бар? Жалпы қалай шешу керек? Бізде қазақшылық деген бар, технадзор мен авторский надзор мердігер мекемемен келісуі мүмкін. Егер выполненных работ алып келетін болса, мен тапсырыс беруші ретінде мен объект басына барып тексеріп қадағалау менде шартта көрсетілмеген ешбір жерде. То есть, мысалға 15% жұмыс жасалды, сол 15%-ті авторский надзор және техникалық надзор өздерін қолдан қойып, мына осынша жұмыс атқарылды, бұл мен деп әкеп береді. Мен қабылдап алғаннан кейін мен басына барып тексеруім туралы шартта жазылмаған.
және де жаңағы технадзор мен автонадзордың ара жігін бір-біріне деген нелерін азайту керек. Себебі қол қою жаңағыдай келді, қарады, барлығы нормально, қол қойып жібере салады. Сонда сіздер барып қарауға, тексеруге жалпы құқықтарыңыз жоқ. айтып отырмын ғой, шартта көрсетілмеген. Неге көрсетпейсіз? Неге көрсетпейсіз? Себебі ол госзакуптың несінде стандартный договор болып табылады. Ол жерде. Сонда сіздер промежуточный оплаталар болады ғой? Промежуточный оплаталар сіздер тексермейсіңдер? Жоқ, промежуточный емес, определенный 45%-ға келген кезде. Хорошо, промежуточный дейікші. Сол кезде барып өзіміз тексеруге болады. Жоқ, жалпы комиссия ретінде барып тексеруге болады. Комиссия создавать етіп, барып тексеруге болады. Тексеруге болады ғой. Ана төбесінен су аққан үйде болды, подвал суға кеткен үйде болды. Сонда ол сыбайлас жемқорлықтың алдын алу болмаған болса, бұл жерде сіздер қол қойдыңыз бәріңізде. Қызметкеріңіз кіріп отыр соның ішіне. Онда неге ол олай болды? Ол жақсы бірінші мәселе. Енді жаңағы сұрақ туындайды да одан енді. Егер сіздер 11 адам жылына 45 объект тапсырылады десеңіздер, 18 адам, хорошо, 18 адам. Сіздер неге партия бар, мәслихат бар, белсенділік ұйымдар бар, үкіметтік емес ұйымдар бар, соларға жазу арқылы антикордың қасында қаншама нелер отыр, волонтерлар мониторинг жүргізуге сауға болады ғой. Ол сосын сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдің несінде де ол көрсетілген. Осыларды жасауға болады. Бізде кажется сонда бақылау жоқ деген сөз болып тұр ғой. Бақылау жоқтықтың кесірінен манағыдай сіз айтып отқандай жақсы давай деген қол қойып жіберетін ішінде қол қойылып кетті де үйлердің барлығы жаңағыдай жағдайға жетеді. Бізде енді қазір шүкір бір рет деп өткенде үйдің несі құлап кетті деп крыша құлады, ортасында қалып қойып балалар, су кетті, ешкім өліп жатқан жоқ. Бір күні біз өлеміз, значит, надо. Мынандай жағдай ғой. Қалай қабылданды? Біз алдын алуды айтып отырмық. Алдын алу түгіл, біз уже тапсырып жібергеннен кейін сплошной проблема. Өткенде біз осы құрылысты қарайық дегендегі мәселе осыдан туды ғой. Қалада салынған үйдің неше процентінде осындай жағдай бар. Рұқсат берсеңіз, енді жауап берсем, қаладағы үйлерді қабылдау кезінде акт прям комиссия деген жерде, мысалы біздің басқарманың ол жерге қатысы жоқ. Ол жерде ГАСК, бізде ГАСК бар ғой, сәулет жаңағы құрылыс, ол именно қадағалайтын. Олар солар қабылдайды. Ол сұрақтардың барлығы сіздің соларға адресован. Бюджетті үйлерде. Бюджетті үйлерде айтып отырсыз жақсы. Бюджеттік үйлер бойынша ол жерде гарантийный сроктар болады. Ол гарантийный срок 1 жылдың ішінде восстановительную работу мердігер өзі. Гарантийный срок бар екен деп сөйтіп жүре береміз бе? Әрине оның барлығын бүйтіп айта берсек. Оны ГАСК қадағалау керек екенін біз бәрін білеміз. Бірақ өйтіп ал жақсы ертең 1 жылы бар, 2 жылы бар деп жүре береміз. 2 жыл бітіп қалады. Аныңдар тағы пляп бетін жасайды да кетеді. 2 жылдан кейін жекеге қарады ғой. Ол сұрақтың барлығын администратор программасы ғой. Администратор программасы. Жоқ, администратор программа ол жерде біз емес, ол жерде қаланың өзі тұрғызады. Ол біз ақша бөліп, бізден трансферт өтпейді ол жерде. Сосын ол жерде ара жігін түсіндіру керек. Біздікі мектептер тұрғызу, детский садтар тұрғызу. Ол жерде гарантийный срок деген болады. Біз ол жерде әр мердігердің өзінің бөлек 5% ұстап қалатын суммасы бар. Гарантийный срок пока бітпегенше ол суммалардың барлығы бізде тұрады заморожен виде. Ол жаңағы, яғни мектептің толықтай жұмыс істеп, 1 жылдың ішінде кейін бізде основной проблеманың барлығы туатын ол қазір ПСД жасақтау, жобалық құжаттама. Жобалық құжаттаманың проблемасы себебі оны расчет істей алмайды кәдімгі. Біздегі мамандардың жетіспеушілігі және білімі жетіспеушілігі. Егер бізде на стадии проектирования адам өзінің жұмысын білмейтін болса, ары қарай ар жағында не туралы сөйлеуге болады мысалға? Неге білім жетіспейді дегенді қалай түсінеміз? Маман жетіспейді. Жоқ, жаңа білімі дедіңіз ғой. Білімі жетіспейді. Сіздегі 18 адамның маманның білімі жетіспейді. Жоқ. Тоқтаңыздар, сіздер бұл кісінің айтып жатқан проблемасы ПСД жасау кезінде проектно-сметная документация жасалынады ғой. Сол дұрыс жасай алмайды. Оның жағын келсем, оның енді бізде мемлекеттік органда жасадық. Менің уақытымда кітапхана салынды, музей салынды. Бәрінің ПСД-сында қате болды. Біз сол үшін сол ПСД жасаған адаммен де қайрастық, соттастық, бәрі болды. Сол проблеманың кезінде соның кесірінен
страдать етті мекемелердің барлығы. Бірақ біз сонда қазіргі таңда бізде ПСД жасау дұрыс емес болатын болса, оны жасайтын маман жоқ болатын болса, тексеру анандай болатын болса, тексеру анандай болатын болса, қабылдау мынандай болатын, онда неге соны жасаймыз ше? Жоқ, енді ал керек жоқ халыққа керек жасаймыз да, екінші жағынан халық страдайды. Халық страдайды болғанда бірінші білімнен бастау керек қой. Бұл жерде мен сізден оның барлығын тастап, мына жаққа алдымен проектированиясын дұрыстау керек. Айтып отырмыз ғой, бізде міне мектеп тұр мысалға, бала шағаның қауіпсіздігі қайткенмен, науқастардың қауіпсіздігі болады, больницалардың, оборудование мысалға, басқа оборудование қойып қояды, қажет емес. Оны мысалға басқа управлениедағылар, медицинаның управлениясы мысалға, оны согласовать етіп жүреді мысалға. Кейін өздері ол жаңа адами фактор, бұл жерде жаңағы жемқорлық бойынша деп айтып отырмыз ғой. Ол жемқорлыққа никак не связано, ол келмейді оған. Ол адами фактор. Жаңа бірінші ПСД-ні жасақтауды соң қолға алу керек. Біздегі басқармада бар жоғы жаңа 18 адам деп отырмын ғой, исполнитель. Оның жартысынан көбісі азынан кешке дейін хат жабумен отырады. Доклад жазу. Мен сізге келіспеймін. Кеспейтін мәселен бірінші түсіндіріп айтайын, түсіндіріп алғанымшы да. Егер ол сыбайластық жемқорлық болмаса, ПСД-ні жасап жүрген, всю жизнь жасап жүрген мамандар жасайды көбінесе. Біздің ауылда саусақпен санайтын адамдар жасап жатыр ғой. Біз өзіміз де білеміз, сіз де біліп отырсыз. Сол адамдардың керемет жасаған ПСД-лары да бар. Кезінде қорғалып шыққан, жақсы ПСД-лар бар кезінде. Значит, бұл жерде сыбайлас жемқорлық бар деген сол. Салай жатқан кезде ең бірінші ПСД-ні салай жатқан кезде ол госэкспертизадан өту керек, ол қырғын заттан өтеді ғой. Соның бәрін сұралмайтын деңгейге жетеді де, үстінен бірдеңе жасайды да. Некачественно ПСД жасап береді, значит. Сол тәуекелдердің барлығы изначально проектированияда солай не ғой енді. Ол адами фактор емес. Мен мысалы сіз айтып отырсыз ғой, мен Құлбаев Әділбек Алдабергеннің кеңес мүшесімін кеңес. Мына сіз айтып отырсыз, мектеп, жаңағы тұрғын үйлерге сіз қарамайсыз да, сізден неден бюджеттен салынған тұрғын үйлер. Жоқ, оны қала және аудан өзі салады, толықтай өзі заказчик болып табылады. Сіздер тексере алмайсыздар. Біз надзорный орган емес. Комиссия құрып қарай аласыңдар ма жұмысқа? Егер тиісті тапсырма болған жағдайда. Тапсырма болмай-ақ сізде должностойыңызда. Бізде надзорный орган емес, біз жаңағы газ надзорный орган. Инициатива сіздер өзің бар ма? Инициатива өзімізбен өзіміз қалай жасай аламыз? Значит, біздің бірден. Жоқ, енді алдын алу үшін да, чтобы не допустить манағыдай ЧП бірдеңе. Бізде өзіміздің объективтер. Жақсы, бүйтейік онда. Сұрақ мынандай болады онда. Сіздің өзіңіздің сауатқан қанша объектіңіз бар? Осы жылы қанша объект тапсырдыңыз? Жоқ, бұл жылға тапсырам деп жатқан жалпы 13 объект деп жатыр, онымен қоса. Не объекті? Комфортный школа бойынша сол. Хорошо, енді комфортный школалар бойынша да, мәселе. Енді сіз қазір комфортный школа салынып жатыр. Иә? Оның проектілері бар ма? Жоқ, проектілері жоқ. Неге? Себебі оның проектісі жасақталуда және. Неге онда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, проект салынбаса? Тапсырмасы бар деп барлық істеп жатыр. Кімнің тапсырмасы бар? Президенттің тапсырмасы бар осы жылға. Мен без проекта деп емес, жалпы осы жылға тапсырсын. Бұның өзі не алып келіп отыр? Мысалы, біздің елбасымыздың тапсырмасы біз проектсіз жаңа комфортный школа салын деп тапсырған жоқ қой? Жоқ, өйтіп тапсырған жоқ. Жалпы жоқ, біз мен тыңдап тұрсаңызшы. Президенттің жарлығы бар ма? Жоқ. Без проекта экспертиза өтпеген проектсіз құрылыс жұмыстары жүргізілмеген. Жоқ. Жоқ. Енді неге қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр мектептерде? Жауап берсем болады ма? Постановление правительства комфортной школы бойынша дирекция самұрық қазына единоличный жаңа полностью тұрғызушы мекеме болып табылады. Ол сұрақтардың барлығы сол кісілерге. Жалпы сіздерден бөлек ол жерге прокуратурада тексеріспен кірді және жоғары аудиторлық палата тексеріспен кірді. Алайда біз олардың шешімін және олардың результатын көрген жоқпыз. Бірақ сіз оның заңсыз екенін түсініп отырсыз. Ол заңсыз екенін түсінеді. Заңсыз екенін түсінеді, бірақ соған сіз енді сол бойынша бір іс-әрекет жасадыңыз ба? Бір жерге хат жаздыңыз ба? Жолданды. Кімге жолданды? Министерство просвещенияға жолданды. Заказчик ретінде ең олар не қылды жауап? Солар аша. Жалпы тапсырма 13 мектеп Маңғыстау облысында 13 объект тапсырылу керек. Жылдың соңына дейін
жол картасы бекітілген, сол жол картасына сәйкес жұмыстар атқарылады. жоқ, олар енді сізге нақты жауап берді ма? Проектсіз, экспедиция өткен проектсіз құрылыс жұмыстарын жүргізуге болады деп жауап. Енді сіз нақты жауап алған жоқсыз ғой, дұрыс па? Енді сіз одан да әрі сұрақ туындамады ма? Әрекет қайда? Әрекет қайда? Жалпы егер бізге жол картасымен бекітілген деп беріп жатса, біз ары қарай не деп жоқ, енді сіз заң Қазақстан Республикасының заңнамасы бәріне бірдей, дұрыс па? Иә. Соның ішінде не қылып жазылды? Проектсіз, экспедициясыз объектті салуға болмайды, дұрыс па? Бірақ біз соған қарамастан объект саламыз. Енді оны мен салып жатқан жоқпын ғой. Мен түсініп отырмын, сіз салып жатқан жоқ екеніңізді, самын салып жатсың, жақсы. Енді сіз іс-әрекеттіңіз тек жаңа министерство посвящение жаздыңыз, ол сізге жауап берді, нақты жауап берген жоқ, бірақ жаңағы ол құрылыс болатын болмайды, бірақ сіз өзіңіз біліп отырсыз, ол сіздер дәл сондай запрос жібере аласыздар, дәл сөйтіп министерство просвещенияға депутаттар да запрос жіберді. Біз енді осыған қарап запрос береміз қазір. Біз бірінші сіздің жасаған бүгінгі мәселе сізді тыңдау біздің мәселеміз. Енді жемқорлыққа қарсы деп отырмыз ғой, қазір жемқорлық бұл жерде қазір біздің мен объектілер комфортный школаларды бітіру туралы болып кетті, дұрыс па? Оның проектісі жасалмаса, ертең соның артынан өзіне керек қылып жасап алған жерде болмайтынына не бересіз ба? Кепілдік бересіз ба? Тағы бір рет. Проектіні жасап жатқан біз емеспіз. Проектіні дайындап біз беріп жатқан жоқпыз оларға. Самұрық қазына өзі разработчик болып табылады ол ПСД-ні, және өзі исполнитель болып табылады. Бұл жерде трансфер міндетіңіз не? Рұқсат тұрса, мен соңына дейін айтып түсіндірейінші. Біз бұл жерде біздің тарапымыздан оларға жердің бөлініп, ары қарай инженерлік инфрақұрылымды жүргізіп беру. Бұл одан басқа біздің бұл жерде міндеттемеміз жоқ. Қабылдау ол жалпы газпен бірге министерство самұрықтың өзі тапсырады. Сіз қабылдау алмайсыз? Біз қабылдау алмаймыз. Жоқ. Ана салынатын мектептер қазіргі былтырғы 23 Ақшқордағы мектеп, мына 18-дегі мектеп. Олар бойынша қабылдау ақсаған барлығына біз Қызылтөбедегі бастықтар мектептер. Оларды біз қабылдап аламыз, себебі біз өз жерде тапсырыс беруші болып табыламыз. Жақсы, мынандай сұрақ қойсақ болады ма екен? Жалпы былтырғы жылдан бері қарай осы бұрынғы тұрып қалған сізге қарасты объектілерден бағасын жоғарылату жөнінде қанша объектіге арыз түсті? 4 объектіге келіп түсті. Жалпы өткен жылға 4 объектіге келіп түсті. 4 объектіні сіздер енді зерделеп қарадыңыздар ма? Себеп көтеру жөнінде. Ол қашан алынған, оның салынбай жатқанына қанша уақыт болды? Қаншасына рұқсат бердіңіздер, қаншасына рұқсат берген жоқсыздар? Оның ішінен тек қана үшеуіне рұқсат берілді, біреуіне отказ кетті. Үшеуінің ішінде жаңағы Мұнайлы ауданындағы аудандық больница және Ақшқордағы Жапсаржай, сонымен және де 18-ші мектеп. Сол үшеуіне рұқсат берген үшеуі қай жылы басталған және не себептен осы уақытқа дейін баға қымбаттап кеткенше созып келді, оған нақты дәлелді себеп бар ма? Бар, аудандық больницаның ПЗ-сі 2013 жылы жасақталған, одан кейін 19 жыл бір рет корректировка болған, одан кейін ол ешқандай да бір корректировка жасалмастан сол күйінше нешінші жылы? 13 жылы ПЗ. 13 жылдан бері неге салынбаған? Ақша бөлінбеді ма? Ақша бөлінбеген. Бюджетте ақша болынбаған, бюджетте ақша болынбаған. Бюджетте кім? Сіз ғой бюджетті қарайтын. Екінші неде? Екінші жаңа қалған объекттер бойынша Ақшқордағы Жапсаржай бойынша өз жерде жаңағы проектирование кезінде көп қате жіберілген. Іштегі жаңағы освещениенің өзін жасақталған кезінде облицовка ішіндегі панельдердің барлығы көрсетілмеген. Сол сияқты есіктер, арзан есіктер қойылған, жоқ есіктер 8.000 теңгелік, 7.000 теңгелік жаңағы есіктер, және жердегі төселген линолеумдардың сапасы өте төмен болған. Проект бойынша сондай ма? Иә, проект. Ол проектті қабылдаған күн? Проектіні оны нақты білмеймін, оны управление образованиядан келген, жалпы сол жақтан бізге ПСД-сі бізге берілген. Жасақталып өздерімен бізге берілген. Онда құрылыс басқармасы не істейді? Сіздер ондаған контроль жасамайсыздар ма? Жалпы ПСД жасақталып проектировщик бізге алып келіп тапсыратын кезде бізде іште мамандар жоқ, өйтіп тексеріп қарайтын.
неге сіз де согласовать етуіңіз керек қой. Біз жалпы согласовать ету керек. Біз баланс содержательмен бірге. Және бір согласование болғанда сол проектте сіздің тарапыңыздан согласование болған ба? Жалпы қызметкерлермен егер қабылдаған жағдайда, значит болған ғой.